Мен мына мамам папам мен надоел уже. Бәрін бүйте береді, сөйте береді. Сен досыңа не айтасың? Досыма әкесіне айтсам былай болады сияқты. Сөз қылған бала байлап тұрып аяма дегендей болады. Баяп тұрып айдама дей ма? Қалай ол? Яғни сөз қылған жынды болса байлап өсір дегендей ғой. Сол сияқты ма? Ал Онда самғардың... мен оны дос болып қабылдамау үшін ондай адамдар. Саған барып тұр енді бір конфликт ситуация үйде болып қалды дейді да, саған келеді, әке-шешем мені тыңдап осындай болып жатыр ма, сенен кеңес сұрап тұр да. Досың ақыл сұрап тұр. Сөз оқ. Әкең мен анаңды оқ, өйткені анаң сені өмірге әкелді. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздермен біраз уақыт ортаға салып, қайтадан жүздестік. Бүгін менімен бірге сіздермен ойдарымен, өздерінің жаңа идеяларымен бөлісетін керемет шәкірттеріміз Мұхаммед, Самғар. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер. Қалдарың қалай? Жақсы, өзіңіз қалыңыз қалай? Күшті. Жақсысың ба? Мен де күшті, керемет. Сендерді көріп бүгін тағы да бір шаттанып отырмын да, қаншама балалардың. Подкасттың негізі форматы ұнай ма сендерге? Ұнау керек. Ұнау керек болды. Бірінші рет па? Подкаст бірінші рет. Сен де Мұхаммед? Все. Енді осыған байланысты ойлаймын, жақсы идеялар, жақсы ойларың жаңа сияқты сендердің айталарың бар балалар деп ойлаймын. Өйткені міне жаңа Самға орталығының шәкірттері деп біз сендерге айтып отырмыз ғой. Мен сіздермен тағы да таныстырып қояйын. Ең алғаш 2021 жылы Самға орталығы ашқан кезде бірінші түлек, біздегі түлек емес егін, әлі шәкіртіміз, бірінші шәкіртіміз Мұхаммед ең алғаш осы Самға орталығы ашылған кезден бастап келген. Одан кейінгі қазіргі кездегі біздің облыстық драма театрда рөлдерді сомдап жүрген шәкіртіміз Самғар. Енді Самғар, Мұхаммед бүгінгі біздің енді жақсы бір ой айтатындай әңгіме болады деп ойлаймын. Ең бірінші сұрағымды былай бастайын, сендер енді әңгіме айтып отырамыз, еркін отырамыз бұл жерде. Бұл әңгімеміз біреуге бір ақыл айту емес, арамыздағы өзіміздің көргеніміз, білгеніміз, бұндан алғанымыз деген жастарың енді біразға келетін болса да, сендер де біраз дүниені үйреніп, біраз дүниені айтатын артынан қарындастарың бар еріп келе жатқан, ойларың. Ал енді Мұхаммед, сенен бастайын. Ең алғаш бізге келген кезде сен 11 жаста болыпсың. Алғаш сол кездегі сенің ощущениең бар ма, әлі есіңде ма? Есімде. Сол кезде күшті болатын. Күшті болатын ба? Несімен күшті болатын, айтшы? Білмеймін, всегда бір бөлек атмосфера болатын. Басқа бір қызық болатын, күнде қалғың келмейтін. Сабақтан ба? Уақыттағы сол кездегі қазіргі енді біраз уақыт өтті ғой, сен одан кейін ортаға біраз уақыт салып, бізде болған жоқсың деген сияқты, қазір енді бізде уже 4-ші потоктар келіп жатыр, енді бірінен. Одан бастап бізде келіп жүрген балалар бар, енді сенмен бір өзің көрірсің ғой біздегі орталықта. Сенмен бірге келген балалар өз қапа? Өсіпті. Бәрі өз қапы ма? Енді қара, енді айырмашылық, сол кезбен қазіргі кездегі қандай айырмашылық көрдің? Ол кезде енді пробный болған сияқты болды. Пробный өйтіп, ақырын үйреніп, қазір уже более профессионально болып кетті. Кәсіби, деңгейде? Иә. Қандай плюстар мен минустарды айтар едің деймін да? Өзіңе алған жалпы жаңа сияқты мен неметіп айтып отырған жоқпын. Именно Самға туралы айту керек емес, жалпы өзіңе сол актерлық шеберлік курстары дейік па, немесе басқа сен барып жүргендеріне сен бойыңа не алдың сол уақыттарда, жалпы айтайықшы? Мен актерскийға қатысқаннан өзіме социофобияны жеңіп үйрендім. Да? Иә, одан кейін мектептерде көп көрініс сондайлар болса, мені всегда алатын болды. Минус жақтар жоқ. Минус жақтар жоқ па? Арасындағы. Енді қарандар, Самғар, сен осы соңғы уақытта, енді 1,5 жыл деп айтайық, келген кездегі саған жаңағы Мұхаммед айтып отыр ғой, жаңада қандай бір өзіңнен өзгерістер, қандай бір дағдылар алдың ба, алдың ба, несі плюс, несі минустар болды? Мысалы, соны айтайық, плюс жағынан мен өзім бұрын жабық бала болдым да, одан кейін уже аяулым апай бізге қасқыр шөп жеме деген қойылымда көрсете бастағаннан кейін біз уже ашыла бастадық та, одан кейін мен уже рөлдарды сомдаған кезде жақсы сомдайтын бола бастағанын өзімнен сездім, және де ұялмай, қысылмай
өзімнің өнерімді көрсете алатынымды көрдім, сол жағынан плюс болды. Ал минустан ештеңе көрмедім. Көрген жоқсың? Керісінше плюс болды. Тағы да жаңағы айтамын, біздегі алдағы уақытта біз Түркістан қаласына өздерің білесіңдер, иә, барлығымыз байқауға барып келдік. Сол кезде тағы да бір айтатын жағы бар. Самғарды жан-жақты деп айта аламыз, иә. Самғарды тағы осы ортада құттықтап қояйық. Гран-при дейді жаңағы самғар, жаңағы мақтағанға тұрарлық деп айтатын балалардың бірі. Себебі сол Түркістанға байқауға барған кезде самғар тек қана рөлдерді, бір рөлде емес, самғар өзі негізі орта топта. Бірақ та басты рөлді үлкен топпен бірге ойнадың, иә? Басты рөл Құрмаштың рөлін ойнады. Сол жерде сол топпен гран-при алса, одан да бөлек оның тағы да дағдысы, ол домбыраны өте жақсы көресің. Домбыра күй шертіп, одан да гран-при алдың. Құтты болсын, Самғар. Енді қазір осы жерден жеке жаңа өздерінің айналысатын жаңа хоббиларымен деп айтсақ болады. Енді домбыра, мысалы, саған осы бір әлемді немен байланыстырады? Домбыраға не үшін бардың? Домбыра киелі аспап болғаннан кейін әуені жақсы, құлаққа жағымды, яғни әрбір жерге барғанда өнеріңді көрсетіп жүруге болады ғой. Мен мысалы қонаққа барғанда үйде домбыра тұрса, домбыраны алып қонақтарға шертіп беру, яғни адамдарға шертіп беріп, өз өнеріңді көрсетіп, адамдарды таңғалдырасың дегендей. Көрдің бе? Енді жаңағы сияқты домбыра хобби, иә, сендегі жаңағы күйлерде, мысалы, күй шерткен кезде қандай сезімде болдың сен, мысалы? Қандай күй ол жерде орындадың? Ол жерде көзімді жұмып, беріліп ойнадым. Яғни жарыста да солай ойнадым. Әрбір жарыстарда сөйтіп ойнап, гран-при ала бердім. Мысалы, Алматыдан да гран-при алдым, осы Өскеменде де гран-при алдым. Сол арқылы бір күймен, Ақжауын деген күймен соған беріліп, қатты берілгеннен кейін енді күйге берілу керек қой, берілетін күй болғаннан кейін берілдік, сосын сол арқылы гран-при алдық. Молодец, ерекше, иә. Осы сенің ашылуыңа жаңағы айтып жатырмыз ғой, тек қана жаңағы сияқты домбыра, актерлық шеберлік деп айтасыңдар ғой, Аяулым апай, Жантай аға беріп жатыр, Сырым ағалар, иә, қазіргі кезде актерлар жұмыс жасап жатсыңдар сендерде. Солардың айырмашылықтары бар ма екен, Мұхаммед? Жоқ, айырмашылықтар жоқ. Бәрі енді үлкен деңгейдегі кісілер ғой. Қанша спектакль ойнап, көп нәрсені көрген адамдар ғой. Қайсына қандай техника ұнады, мысалы? Жаңа келіп барып жүресіңдер ғой, мысалы, актерлардың да, мысалы, жаңа өзің айтпақшы, олар тәжірибелі мамандар да, сендердің, мысалы, белгілі бір мінез құлықтарына, көбінесе эмоциямен жұмыс жасаймыз деп айтып жатырмыз да, баланың бойында. Өзіңе қатты ұнаған бір тренингтар деген сияқты. Қандай? Этюд көрсету өте ұнады. Иә. Этюд ол кіші спектакль сияқты ғой. Соны көрсеткен ұнайды. Ұнайды, сабақтың барысында. Саған, Самғар? Маған айырмашылық бар. Мысалы, Аяулым апай мен Жантай ағайда былай спектакльді қойған кезде көрсетеді ғой. Сол кезде басқалай көрсетеді, ал Сырым ағай ол енді режиссер болғаннан кейін сәл профессионально өзгертіп, кейбір келмей қалған жерлерді қосып, сол арқылы жақсы көрсетеді деп ойлаймын. Өзгерістерді байқадың. Мысалы, жаңағы Сырым аға режиссер, мысалы, Жантай аға, Аяулымдар, мысалы, актер, актрисалар деген сияқты, олардың каждайының өзінің беретін дүниелері, әлемдері бәрімізде, мысалы, әртүрлі. Сендердің ашуларына, бойларың бегі дағды, әлі білім алатын уақыттарың ғой. Мысалы, сен қазір тек қана біліммен қоса спортпен айналысың, иә? Айналысасың ғой. Дзюдомен айналысам. Айта ғой. Қандай нәрсе? Мен дзюдоға әкем сияқты болу үшін бардым. Әкем жас кезінен дзюдомен айналысатын. Дзюдо, самбо, еркін күрес, қазақ күресімен. Сол әкем сияқты болайын деп дзюдоны таңдадым. Да, әкең сияқты. Әкем жолын қумақшы болдым. Әкең жолын қумақшы болдым. Жалпы, енді сендерді маман таңдаулықта ойларың қандай? Таңдадыңдар? Мамандық таңдау? Иә. Көмектесе ма сендерге біреу, немесе өз ойларың, немесе бір ізденесіңдер ма? Жалпы енді осы сияқты қосымшаларға келгеннің бірдеңке ізденіп жүрсіңдер ғой, іздеп жүрсіңдер ғой. Актерлықтың түбіне дейін жету үшін осыған қатысып жүрміз. Да, түбіне дейін жету. Керемет. Мен Еркебұлан Тоқтар сияқты болайын деп жүрмін. Да? Иә. Медийный боец және актер.
мықты ойларың. Енді жалпы еркін тақырып болғандықтан менен де сұрауларыңа болады, сұрақтарыңа жауап беремін деп, бірақ та сендерден андай сұрақ жауап алып отырған емес, әңгіме түрінде деп, иә. Қазіргі балаларға, мысалы, жалпы сол уақыттарын бос өткізуге, ары қарай жұмыс жасауға, мысалы, өздерінің ашылуына, кем тұйық балалар бар дейді, мектептегі мысалы буллингтар қайдан шығады? Не айтар едіңдер осы жағын? Мектепте негізі не проблема бар қазір? Жалпы алып жатқанда. Глобальный біз әні акиматтың деңгейіндегі, директор заочный деңгейінен бөлек деп әңгіме айтайықшы, араларында. Әлім жеттік әлі бар ма? Біз мектепте жоқ, мысалға. Енді қалай деп өздерің баламен қарым-қатынаста, мысалы, кейбіреулер енді айтады ғой, бір-бірін даже бүйтіп сүйіп кеткен кезде бір-біріне агрессивно. Агрессия білдіреді, жаңа сияқты өзің эмоциялы білдіреді. Бұл қайдан туындайды енді? Қандай бар жалпы? Бұл психиканың бұзылғаннан болуы мүмкін. Да? Иә. Әлде өзінен көп алып қояды. Не үшін көп алып қояды? Андай ағасы бар, ағасы болғаннан кейін. Ағасына сеніп. Иә, артына тығылып жүреді ғой. Кешірім сұрай салды, не? Кешірім сұраған позорно деп ойлайды па, сөйтіп ойлайтын шығар. Терпей қалсақ болып қаласың. Ал енді қараңдар, енді сендер осында айтыңдар. Сол енді сондай ситуация болды, не істеу керек деп ойлайсың сен ойынша? Қысым көріп жатқан балаға көмек беру керек. Жоқ, жалпы сені келеді де біреу иығыңнан қағып кетеді, иә? Сен мысалы кешірім сұрау медің, или, например, қандай әрекетке осы арада көшуші едің дейдің да? Ренжімей байқамай қалдым деп бара кете бершін. Ал жаңа агрессия көрсеткен жағдайдағы? Сабырлық сақтау керек. Зачем лишние конфликты? Біздің тәрбие басқа, бүйтіп соғысқан кезде, егер агрессивный болып, бүйтіп тиісі ұрып атса, біз де тиісеміз енді. Тиісесің ба? Ал ұрып атса, ұруға енді қатты ұрып атса енді ұру керек қой енді. Өзі құтырынып ит сияқты шығып алса. Сөйтесіңдер ма? Енді оның конфликттің жалпы шешудің негізгі жолдары қандай деп ойлайсыңдар? Адекватный адамдар сияқты, жаңа сияқты. Қолы бір ұдар ғой, сол кезде жатады, одан кейін жылап директорға барады. Содан? Ата-анаң айтады. Содан не болады? Кешке әкең сабайды па? Кешке әкең сабай ма? Ал жалпы әкелер не үшін сабайды деп ойлайсыңдар? Жарайды, әке алды. Әке сабайды дегенде мені ұрмайды. Да? Кішкентай кезінде любой ұрады ғой енді. Қазір ұрмайды мені көп. Жақсы болсын деп. Сол. Иә. Ол әкелік неме? Тәрбие, махаббат? Әкелік тәрбие. Әкелік махаббат қандай болады? Әкелік махаббат деген. Андай жете алмай жүрген заттарын өзі істей алмаған, өзінің қолы жетпеген жерге жеткізгісі келеді. Өзі қандай тәрбие алмады, соны береді. Соны береді. Жаңа сендер айтып отырғандар қандай әдемі да, әкемнің жолын қуамын, әкеме осындай істеймін деген өте көргендік мысалы, иә. Әке көрген? Мықты болады. Қарандар, енді жаңа сияқты айтып отырмыз ғой, әкенің тәрбиесі, ағаның тәрбиесі деп, мысалы, сендердің қарындастарың бар арттарынан өрке жатқан, иә? Сондарға сендер аға ретінде, жаңа сияқты алдыңғы қалай айтсам, поколение ретінде, мысалы, жаңа айтып отырмыз ғой, қандай да бір айтар, бір немедерің бар? Ойларың бар ма, мысалы? Ақыл ма? Иә, жалпы мысалы сендер ойнап қазіргі заман деп айтып отырмыз жаңа. Сен барып соқтым дейсің. Сенің қарындасың біреумен сөйтіп төбелесіп жатса, қандай сезімде боласың? Қалай? Жаңа сияқты ситуация қарындасың сөйтіп жатса ма? Қарындасың да сондай жағдай болып қалды дейік. Онда аямау керек қой. Қарындасың, жалғыз қарындастарын қорғай алмайсың, сен несіне мужик болып жүрсің деген. Сен қорғап, иә, қарындастарыңды қорғайтындай. Жоқ, қарындасың сол кездегі әлемі, ішкі әлемі дедік қой, эмоциясы. Мысалы, ол не үшін ондайға барды? Мысалы, қыздармен шат жүрісіп, неше түрлі оқиғалар болып отыр ғой енді. Сендер қыздармен қазір араласасыңдар ғой, мысалы, иә. Қыздар ол нәзік дейді, бірақ та сондай қыздар бар. Бірінші төбелеске дайын тұратын. Хулиган. Иә, хулиган болатын қыздар бар. Жоқшылық қой, жоқшылық. Не жоқ оларда? Қазір не жоқ? Қазір айтшы. Тәрбие. Тәрбие деген не? Тәрбие деген ол ойдарың. Жалпы ешқандай бұл жерде бір жаттанда ереже емес, өздерің ойларың. Жалпы жаңа айтып отырсыңдар ғой, қыздарда жаңа сондай агрессия болу үшін ол тәрбие деп жатсыңдар. Тәрбие деген сенің ойыңша не ол? Тәрбие ол әдептілік, ұқыптылық, тазалық. Жақсы болу деген сөз ғой. Айтамын. Тәрбие деген бұл ерекше зат деп ойлаймын. Бұл тәрбие деген екі түрлі болады. Жаман тәрбие, яғни басқа
біреудің ала жібін аттау деген сияқты тәрбиелер болады. Ал екіншісі бұл жақсы тәрбие, яғни жақсы адам болып, адамгершілік, мол адам болу керек, адамгершілігі. Сондай деп ойлаймын. Яғни жақсы адамдар ешқашан адаспайтын, өз жолын өзі тауып алатын адамдар, өмірді не істеу керек, не істемеу керек, соны білетін адамдар тәрбиені дұрыс алған деп ойлаймын. Оны қайдан көреді? Қайдан көреді ол? Оны үйде не көреді, далада соны істейді. Бауыржан Момышұлының бар күшті бір сөзі бар. Ұядан не көрсең, ұшқанда соны істейсің деген. Шындық па сол? Шындық. Ащы шындық. Мысалға, үйде әкең мен анаң воспитанно, әдепті сөйлеп, сөйтіп бір-бірімен қарым-қатынасы жақсы болса, сен сондай боласың. Сондай қарым-қатынас жасай аласың, Иә, егер әкелерін ішіп, темекі тартып, сөйтіп кетсе, балалар әкесінен қайталап, соған еліктеп кетеді. Бәрібір соны қайталайды дейсіңдер ме? Артынан қолайды ғой. Әкесі қандай тәрбие алса, соның жолын қолайды ғой. Мысалы, көбісі солай болады ғой. Ал кейбір балалар әкесіне тәрбиесіне көнбей, өз тәрбиесіне алады. Себебі кейбір әкелерге жаман болады, который ішіп, арақ ішіп, темекі шегіп, өз балаларын бақпайды. Сөйтіп жүргендерден ол аулақ болып, өмірде қателік жасамай, өзі тәрбиесін жақсы қылып, жақсы жолды таңдайды деп ойлаймын. Сондай адамдар өмірде көп болады деп ойлаймын. Көп болады. Енді болашағымыз сендер деп айтып отырмыз ғой, енді сендерден бәрі басталады деп жаңа айтып отырмыз. Енді сендерге былай айланып келген кезде менде мынандай сұрақ, өте жаңа көрегендік, тәрбие туралы айтып отырсыңдар, жалпы айланып келген кезде осы соңғы кездерде барып жатқан сендердің байқауларыңдағы сендердің алған қандай да бір спектакль деп айтпай қояйын, қойылымды емес, жалпы орталарыңнан не аласыңдар, не үлгі болды? Мысалы, сен әке-шешеңмен бір жерге барасың ғой, мысалы, орталарға, демалуға, демалыс орнына отбасыларыңмен барасыңдар. Ал осы сияқты ортамен барған кезде қандай да бір өзгерішіліктер сендерде бола ма? Мысалы, нендей бір сол жерден қалай айтсам, бір ерекшеліктер байқайсыңдар ма? Немесе қалай сендерге қызығырақ барған? Осындай компаниямен барған қызығырақ. Компаниямен қызығырақ. Өйткені ата-анамен барсаң, үйтпе, бүйтпе, тыныш жүр, ананы істе, мынаны істе, тамағыңды іш. Тойып ішпе, алысқа кетпе, анда барма, мұнда барма деп. Запрет қойып Запрет қойсай ма? Миың постановка болады. Қандай постановка болады миыңда? Дым істеуге болмайды, жай тып-тыныш жүресің болды. Қайда барады, солда жүресің ғой. Қайда барады? Зат алып бер, ананы алып бер деп айтпа деген сияқты. Да. Соған дейін сондай нәрселер ма? Ал балалармен жүрген кезде? Балалармен барғанда более комфортно. Еркін жүресің? Более комфортно. Өздерінің достарымен. Өзіңді ашық ұстап, солар арқылы, яғни прикол деген сияқты, әзіл айтсаң болады деген сияқты. Ал ата-анаң айта алмайсың, өзің жауып жүресің. Запрещено болады. Жоқ, енді ата-ананың запреті не үшін деп ойлайсыңдар енді? Бір жерге алаңдайды, бізге алаңдаған соң сөйтіп көп запрет қояды. Қарны аш қалмасын, бір жерін ауырта алмасын, анда бүйтіп қалмасын деп. Жан жақты ма? Иә. Мен мысалы ата-анам уайымшыл да, сосын уайымшыл болғаннан көп запрет қояды. Уайымдайды ма? Өйткені өз басын өзін табылмай жүрген адамды. Өз басын өзін табылмай жүрген адамсың бәрі? Ал жейін ғой. Ал жейсің ба? Не істейсің ал жүргенде? Сосын маған сенбейді, который сен андай телефон бір жерде ұмыт кетесің, или заттарын ұмыт кетесің, өз басын өзін табылмай жүрсің деген. Неге ондайсың енді айтшы? Неліктен? Білмеймін, өзім білмеймін. Қазір ойланып жүрсің бе соны? Өзгерткің келе ма? Енді қазір қараш, сен спектакльда актерлар белді, тәжірибелі актерлармен рөл ойнап жүрсің. Қандай сезім сенде? Қалай екен? Ең бірінші рөлға кірген кезде қалай болды? Бірінші актерлардың ортасына түскенде қалай болды? Өте жақсы болды. Ол жерде де ағайлар үлкен болса да әзіл айтып, яғни бізбен бірге көңіл көтеріп, бала болсақ та бізбен бірге араласып, солай. Өздері де бала сияқты? Өздері де бала сияқты, және де бізге де андай ақыл айтып қояды. Кеңестері? Жаттығулар жасайды дейді. Мысалы, спектакльға шығар кезде 15 минуттық жаттығулар болады. Мысалы, дауысты ашатын жаттығулар сол сияқты.
Сондайды айтып отырама? Ең алғаш сендерді жаңа рөлға алған кезде біз жаңа Аялым, Жантай мырзаларға рахметімізді айта аламыз, сол кісілер сіздерді ұсынып, бізде осындай мықты шәкірттер бар екен деп, осының алдында Ибрахимдер ойнап жүрді, біздегі рөлдағы деп. Одан кейін Самғар сендер барып жатсыңдар, соны айтшы. Ең алғашқы сезімің театрдың артында, үлкен сахнада рөлға кірдің деген кезде қандай ой болды сенің? Осы ата-анамның үмітін ақтап, әлемге әйгілі болды. Сол жерде сондай болды ма сенде? Мысалы мен білем, сен мама-папаларың сен қандай да бір талпынсаң, сен қолдап отыр, әрқашан келіп, сондай нәрселерді айтып отыр да. Рөлді алған кездегі сезімің, мысалы? Рөлді алған кезде өте жақсы сезімде болдым, өзімді жақсы деңгейде көрсетуге тырыстым. Кімнен кеңес сұрадың, мысалы, бір жерде бірнекені білмей тұрдың? Қайрат ағайдан. Қайрат ағай, сосын Еркебұлан ағай, одан кейін тағы басқа да көп ағайлар бар, Жасұлан ағай, Еділ ағай. Білмей тұрсаң барып сұрайсың? Бәрін сұрай салам. Мысалы, мен ойнаған кезде ауылдың баласына ұқсамадым да, қап-қара болу керек қой. Сол үшін айтты, грим жағып алып, қап-қара қоңыр болу үшін. Сосын жағып алдық. Грим жасаған қалай екен? Грим жасаған бетке сәл біртүрлі қыши береді, сосын бет піси бересің, сосын кете береді. Одан кейін сахнаға біртүрлі көрінген сияқты өзің сезіп тұрасың да гриммен. Керемет. Енді қара, Мұхаммед, сен ең алғаш бірінші топта пробный деп айттың ғой өзің. Шынымен ол біздегі пробный болған. Сендерде мысалы өздерімен жаста үлкен апайлар да болып жүрді сол кезде. Алғаш сахнаға шыққанда қандай сезім болды? Қазір шыққың келе ма? Қазір шыққым келеді. Өйткені сахна уже более профессионально бұрынға қарағанда. Көрдің, қазір? Иә. Уже өзімен жасты балалармен ғана қатысам. Ал ол кезде бұрында апалармен, кішкентай балалармен біртүрлі болған. Аралас болды ма? Жоқ, алғашқы рет. Енді ол кезде де біз үлкен, біздің театр, облыстық драма театрдың кіші сахнасында ойнадық. Ең алғаш сахнаға шыққанда сезімің бар ма ойда? Қорқтың ба? Не болды? Басында мандраж болды. Мандраж? Бірдемен дұрыс істей алмай қалса не болады, ұят болады, қаншама кісі қарап отыр деген сияқты. Болды. Да? Қарап отыр, сонда мандраж қалай жеңдің енді? Мандражды алыптыңдар ба? Білмеймін, Жантай аға айтқан, мандражды алыпсаңдар деп. Кәдімгі спектакльға дайындалған сияқты өздеріңді солай сезіңдер деді. Содан мандражды жеңдім солай. Солай ма? Енді мынарада тағы да жаңа сияқты ой келіп тұр. Самғат, сендер жаңа Түркістанда ойнадыңдар ғой, сен де көрдің ғой, бірақ қонақ ретінде барып жүрдің сол кезде. Маған бір ұнағандарың, сендердің ең маған сол кезде үлкен топтар жаңа қазір айта жататын шығар, маған бір ұнаған дүниесі, маған айтатын, мен сахнаға кетіп бара жатыр ғой, енді үлкен ол конкурс, ол жерде көрдіңдер, қаншама балалар бар, қаншама артында дайындалып жүргендер бар екен. Таңнан нешінші, 36-шы ма, нешінші выступать еттік біз? 38 ба? Вот соған дейінгі қаншама балалар бар, Қарандар, сол кезде менде мынандай, сол кезде бір баланы айтқан, апай бізге сеніңіз, уайымдамаңыз деген сөздері маған өте қатты істеді. Мен енді артында жүрміз ғой, біз білдірмесек те, біз де уайымдаймыз, негізі сендер сахнаға шығып бара жатқан кезде. Сыртында мысалы, сол кезде сөйтіп айтып, одан кейін ойнағандарында көрдім да, даже сендер сахнаның артында өте өздерің еркін ұстадыңдар. Мен сол қуантты сендер барған кезде бір-бірлеріңе көмектесіп тұрғандарың. Бірден кейін ұмыт кетті ғой, Қасқыр ұлуды ұмыт кеткен кезде ұлы жібердіңдер. Сол моментке дейін қалай жеттіңдер сендер? Маған сол ұнады да. Бірлік болу керек деп ойлаймын. Да? Бірлік болды ғой таза. Андай жақсы көңіл күймен өзіңді еркін ұстап, қатты еркін ұстағандықтан осылай кәдімгі біз қай жерде ойнап жүрміз, сол жерде болғандай болды. Қатты қысылмадық, қатты андай сөзімізді де ұмытпадық, сөзімізді ұмытып баратсық та сыбырлап көмектесіп қояды деген сияқты болды. Сондай болды, балалардың? Яғни көмектесу көп болды. Командалық жұмыс болды ма? Сен қарай, енді кімде Самғарда мынандай дүние болды да, сен кіші топпен, кішкентай өзің қарындастарың кішкентай немен ойнады, одан кейін өзіңнің үлкен екінші спектакльді ойнадың да, екеуінің айырмашылықтары қаншалықты? Айырмашылықтары Жасыл көз өте ұзақ болды, ал Қасқыр шөжіме сәл қысқарақ болды. Бірақ Қасқыр шөжімеде өте күлкілі ертегі болды, бірақ тарих деген нәрсе жоқ болды. Ал Жасыл көзде тарихи андай жылататын сондай болды да. Моменттар, бала да саны көп болды. Қатысушылар ма? Қатысушылар көп болды.
өте жақсы спектакль болды деп ойлаймын. Ал қазір енді сендердегі алла қаласа Түркістаннан кейін мысалы сендерге Татарстанға және Турцияға жолдама алып жатсыңдар осы спектакльдармен. Өздерінің ойларың жалпы мұндай спектакльдар керек па, бару керек па негізі? Көрсету керек. Не үшін? Жай ғана сендерге өзіңді таныту керексің ғой. Самға орталығы осындай актерский шеберлігін дамытып жатыр. Енді көріңдер біз қалай дамығанымызды деген сияқты көрсету сияқты ма? Сенің ойыңша қалай бұл? Сол сияқты. Басқа елге барып өз еліңді дамыту керек, өз еліңді таныту керексің. Ел көру керек, жер көріп. Басқа елге, басқа елдерге өзін танытып, басқа халықтарға көрсетіп, жан-жағынан. Жасыл көздің ол білесіңдер Көксерек Мұхтар Әуезовтің Көксерек әңгімесінің желісі бойынша құрылған жаңағы инсценировка болды, жаңағы жасалған, жалпылама. Бұның жаңағы кім айтпақшы, тарихи деген сияқты, мысалы жаңағы Қасқырдар, Көкбөрі деген сияқты әңгіме негізінде жасалды ғой. Енді бұлардың біздің негізгі жаңа сендерді осындай конкурстарға шығарудың басты себептеріміз бір танымал ету дегенде емес қой. Ең басты нәрсе бұл жаңағы сияқты бізде самға әрқайсыларың белгілі уақыттарың жетеді, түлек боласыңдар, өсесіңдер, ары кетесіңдер. Сол кезде сендерге аларларыңыз сол жерден болу керек та, мысалы. Және сияқты Сырмаға сияқты, Аялым Жадтай, Жаңқар Альбиналар, Қайрат ағаларың жүрген сияқты сол кісілердің 20-15 жылдық тәжірибеден сендер бойларың алып, ары қарай өмірде пайдалансаңдар, біздің ең жетістігіміз сол да. Ал жаңағы шет елдерге, басқа жерлерге бару, бұл көрсету, бұл сендердің жаңағы айтып жүрсің ғой, алжып жүрген. Вот сондай болмау керек үшін да. Сендердің жинақы болуларыңа, басқа балаларды көрулеріңе, бір-бірлеріңе жаңағы достық қарым-қатынас деген не, бірлік деген не деген нәрселерді көрсету мақсатында бұл екінші сендердің дамуларыңа. Әр бала сендер әр төсінде. Бізде кімді көрдіңдер ма? Малика алдында барды ғой кездесудегі. Малика сенмен бірге қатысқан. Малика қазір театрда актриса сол бізде. Ошол сен кездесуде бар актриса. Ол музыкальный колледжде оқып бітіріп, қазір қазақ театрында актриса болып жеткен. Сендер барып қолтаңба алып жүрдіңдер ғой? Тауық па, атеш болып жүрген қызды көрдің. Біздің ең бірінші 3 жыл бұрын первый поток. Бірінші потокта көрдім. Солай сіздерден шыққан ба? Апай, Малика деген алғашқы, мына Аялым Жантай келді ғой, сол кезде бірге оқыған нәрсе. Енді сендер осы сияқты балалар өздері дополнительный қосымша деп айтақ, балалардың осындай қосымша үйірмеге барулары қаншалықты керек? Бұл өте керек, себебі балалар қазір сабақтан келеді, үйге барады, TikTok көріп, Instagram көріп жатады. Уақытты босқа кетеді. Ойын ойнайсыңдар дейді ал. Неге? Осылардың бәрін бос уақытын просто убивать ету үшін. Енді не істейміз осылардың бәрін істеу үшін? Мысалы, қандай кино көресіңдер? Жалпы немен қызығасыңдар? Тек қана жаңа кружокқа барғыларың келгеннен бөлек қандай кино көресіңдер? Немесе қандай да бір кітап оқисыңдар ма? Қандай кітап? Аққойын 2. Одан кейін ертегісі өткен балалық. Сосын мына дүние, ғазиз дүние. Одан кейін Абайдың қара сөздері. Неше қара сөзін білесің? Бір қара сөзін ғана білем. Бірін ғана білесің ба? Мен кітап оқығанға қарағанда фильмдар көргенді ұнатамын. Қандай фильмдар? Қазақстандық Сәлем продакшнның киноларын. Оның негізгі түйіндері, мағынасы не? Қазіргі өмірден алынған, өмірде болып жатқан нәрселерді сол фильмдар, сериалдар арқылы жеткізеді олар. Жеткізе ма? Жалпы болашақта қандай маман боласыңдар, болуларың керек негізі? Өзім білмеймін. Әлі шешкен жоқсың ба? Әлі шешпеймін. Қай жағынан дамып жатырмын, сол жағынан. Барасың ба? Мұхаммед, сен. Енді біраз класс жасқа келіп қалдың уже сенде бір-екі жерден. Не ойың бар енді? Білмеймін, может КНБ-ға түскім, или ағам айтады, пилотқа түс дейді. Анам доктор бол дейді. Может, сол Еркебұлан Тоқтар сияқты болам. Сондай болам дейсің ба? Саған біреудің ақылын жаңа айтып отырмыз ғой, ағаң айтты, мамаң айтты, басқасы айтты. Осы таңдау кезінде, мамандық таңдау кезінде жалпы қалай таңдау керек деп ойлайсыңдар? Неге қарап, неге басты мән беру? Өзіңе қайсысы ұнайды, соған бару керексің. Саған өзіңе ұнайтынын қайдан білу керек? Балалар бар ғой? Жүрегің айтып тұрады. Жүрек қайтып айтады, айтыңдар. Жүрек ол өзі біліп тұрады, сезіп тұрады бәрін. Нені сезіп? Не осындай болу керек? Яғни тағдырыңды Алла тағала жазып қойған ғой. Сол өзі
соңында өзі келеді ғой. Әлемге не үшін келдіңдер жаңа? Алла тағала бәрін жазып тастаса. Әлемге? Енді сен жазып тастады дедің ғой жаңа. Тағдыр жазып тастады. Не үшін келдің? Ол тағдырды өзгертуге болады ғой. Аха. Өзің, может, басқа жолға түсіп таңдау, иә? Иә. Ол таңдауды қалай жасаймыз? Уақыт келе келеді. Уақыт келе? Уақыты қашан келеді? Сенікі уже сен нешінші классың уже қазір? 9. Енді қазір уже уақытың келіп тұрған жоқ па таңдауға келе уже? Таңдап қойдың ба? Таңдап қойдың ба? Молодец. Ал Самғар? Білмеймін. Әлі білмейсің ба? Енді қазір сендер... Мен кішкентаймын. Әлі кішкентай деген болмайды. Нешедесің ғар? Неше жас? 11 жасқа толдым. Нешінші класс оқисың? 5. Вот. 5-6 жастан 6 класстан бастап уже мамандықта сен қай бағытта жүреді екен уже таңдау керек дейді. Қазір көп деген профориентолог деген мамандықтардың көбі шығып жатқанына қарағанда сондай диагностика бар екен. Қараңдар. Қазір осы 6 класстан бастап балалар қай мамандыққа барады, қай салада мен мықтымын, қай жағын дамыту керек деген сияқты. Қазір өте жақсы бар заманда өмір сүріп жатыр. Қандай кружок дейсіңдер ма, қандай үйірме, тағы неме басқалар жаңа сияқты. Қосымшалар, осыны дамытқым келсе бәрі бар екен. Енді сендердің, мысалы футболмен қызықсаңдар деген сияқты әлемдегі. Енді бұл сендердің баршылық замандағы өз орындарын тауып белгілі деңгейде сол арқылы сендер осы ортаға пайдалы болу. Иә? Адамның күні жаңа өздерің айтыңдар ғой, бірлікпен істеген кезде сендер сахнада ермен еркін ойнадыңдар да. Маған кәдімгідей мен артында жүріп, алдымнан артында кәдімгідей қуанышта болдым да. Сол сияқты бірлікте сендер ортаға пайдалы мамандық, ортаға өздерінің қызметтерін жасай алатын болсаңдар пайдалы. Ал бұл жердегі сендер орталықта бірігіп жүрген бұл сендердің бойларыңа дағдыларды қалыптасу, ашу. Ол жаңа айтпашы, Алла тағала бар, сенің бойыңа берді сол дүниелерді деген сияқты. Соны ашу керек, дамыту керек. Иә, мысалы 1% қалай айтады? Талант, 99% еңбек. Ойлай білу жаңа сияқты. Көп ойынға кірмей, кір кетпеу жаңа сияқты. Зависим болмау. Да, зависим. Вот айтып отыр ғой, иә. Зависим болмау қазақша қалай болады? Тәуелсіз. Вот. Тәуелді болмау. Иә, тәуелді болмау белгілі деңгейде өз ойларыңды айта алатындай осындай орта болу керек, иә. Орта бұл сендердің қалыптасып өсулерін көтеріп отыратын. Ата-анаң болса бірінші, екінші ойларың жаңағы Самғар айтпақшы, достармен шыққан кезде өзімді еркін сезінемін деген сияқты, иә. Мысалы, әке-шешенің тәрбиесі бұл сендерге белгілі деңгейде махаббат ол сондай. Сендер үшін жаңағы уайымшыл деп айтып отырсың ғой, уайымшылдан бұрын қазіргі заман қандай болады, күн қандай болады, бізде неше түрлі жаңалықтар естисіңдер, көресіңдер, көрдің бе? Соның ортасына сендер түс қалмау деген махаббатта олар. Жаман жолға түспеш. Иә, оны сен қайдан білесің? Кім не сендердің миларыңа құятын? Көрдіңдер ме? Сол сияқты осындай ортада бір-бірлеріңе жақсы дүние бере алатын, бір-бірлерің үшін қызмет ете алатын, бір-бірлерің көмектесе алатын орта болатын болса, бұл өте керемет. Әлімжеттік емес, бауырмашылық. Қазақ қандай халық болған? Бұрын қазақ қонақжай, ешқандай жетімін, ешқандай жесірін жылатпаған халықпыз біз. Тегіміз сондай біздің. Сол тектілікті біз қазір міне сендер сияқты ер азаматтар қазіргі жаңа сияқты айтпа, баласына қарамай ішіп кеткен ата-ана. Иә, мысалы, шын ғой, бар ғой ол дүниелер. Солардың қатарын азайту үшін біз бір-бірімізге көмектесетін. Сондай жылап жүрген қыздар бар, жылап жүрген ұлдар бар. Білесіңдер, иә? Олардың мысалы біреуге тиескені ол жаңа сияқты бұл әлімжеттік емес, мүмкін ар жағында сондай жылап. Мың бар шығар оларда, иә? Вот соларға жеңілдету үшін бір-бірлеріне көмектесетіндей. Сен бір берсең, мен екі беретін деген дүниеден, иә? Бәрі әлем сондай. Махаббат, ата-анамыздың махаббаты сондай да. Уайымшыл, мысалы, қазір ата-анамен бір-бірімен қарым-қатынас тіл табыса алмайтын балалар көп. Оларға не айтасыңдар? Тіл табыса алмайтын ата-анасымен? Сондай балалар бізге енді білесіңдер. Мен айтпаймын, бірақ та кейбір бізде ата-аналар бар. Бұл бала енді бұзылып бара жатыр. Бұл бала не сөз тыңдамайды, не айтқанды ұқпайды. Не айта аласыңдар сондай досыңа? Не айтасың? Мысалы, саған досың кеп тұр дейді. Досың айтты, Самғар, мен мына мамам, папам мен надоел уже. Бәрін бүйте береді, сөйте береді. Сен досыңа не айтасың? Досыма әкесіне айтсам олай болады сияқты. Сөз қылған бала байлап тұрып аяма дегендей болады. Байлап тұрып айдама дей ма? Қалай ол? Яғни сөз қылған жынды болса байлап өсір дегендей ғой. Сол сияқты ма? Ал Самғар онда мен оны дос болып қабылдамау үшін ондай адамдар. Саған барып тұр енді бір конфликт ситуация үйде болып қалды дейді да, саған келеді, әке-шешем мені тыңдап осындай болып жатыр ма, сенен кеңес сұрап тұр да. Досың ақыл сұрап тұр. Сөз оқ. Әкең мен анаңды оқ, өйткені анаң сені өмірге әкелді. Және де ол сен жақсы болсын, сен
болашағың, өмірің жақсы болсын дегендей. Қателеспесін, қателікке шалынбасын деген сияқты ойды айтты дедің ба? Мұхаммед, сен не айтар едің? Қазір сондай конфликт, үйден қашып кейін кетіп қалған деген өзің возрасттағы балалар естіп жататын шығарсың. Иә, бұл өте дұрыс емес, себебі ата-анаң сені уайымдайды, жаман болмасын деп айтады. Сосын жаңа ойлап отқан қолым. Ұмытпа, айта бер. Ата-анаңға өйтіп қарсы шықпау керек, ата-анаң надоел деп айтпау керек, себебі қазіргі балалардың көбінде әкесі не шешесі жоқ. Сол ата-анаң тірі кезінде құрметтеу керек, қадірін білу керек. Қаншалықты жанында жүрсің. Айтады емес пе, біз қашан әке-шешеміз бар болғанда біз әрқашан баламыз дейді. Баламыз дейді. Сендер қар баласы, мысалы мен де қар әке-шешем үйіне барсам, мен үйде бала сияқты ойнай аламын. Басқа қай жерде ойнай аламын дейді. Қай жерде? Вот, сен мамаңа қай жерде еркелей аласың? Үйде. Вот мамаң үйде бар ма, сен баласың. Біз 40-қа келіп жатсақ та, мен қазір үйге барып мамам әкем жанына басым сипап отырсам, мен баламын ғой. Ағай, сіз нешедесіз? 40-тамын. Ата-анаң көзінше сәби болып көресің. Иә, қанша 40-қа келсе мен балам да бар болса да, иә? Сол сияқты, сондықтан жаңа сендердің достарың айтып отырған нәрсе кім Мұхаммедтің жаңағы сөзіне келісер едім. Қандай қиын жағдай болатын болса да, мысалы білу керек. Бірінші кесірім сұрау керек. Вот, ата-ананың да қиын кездері болады да, кезеңдері. Қиын, ата-ана ол ата-ана болып туа салған жоқ қой. Ол да келді өмірге, бала болды. Ол да қателік жасады, ол да қателік жасай алады, иә? Өзінің қателігін біз істемесін деп. Вот, сендердегі жаңағы айтқымыз келген жалпылама дүниеден жаңағы қателесіп тұр екен, ата-ана да қателеседі екенін айту керек. Ата-ана идеальный емес екенін түсіне білу. Өздерінің көргендерін айтады. Иә, бас кетпесін, шоқ бас кетпесін деп айтады дейсің ғой. Сол кезде жаңа сендердің жалпы ойларыңа келе, мен айтам, осындай ортада ата-анасын сыйлай білетін, ата-ана жаңа сияқты қандай болса да солай қабылдау. Жаңа айтып отырсыңдар ғой. Сол болашақта біздің сол ата-анаға қарсы шықпайтын емес, ата-ананы қолдайтын, бірге бір ұжым болып жаңағы бірік болып, иә, бірлік болып, семья болып, осы сияқты ортаға осы әлемге жақсы бір дүниелер әкелетін, мен сенемін сендерде болатындай. Өйткені жаңа айтып отырсың ғой, мен Мұхаммед саған кәдімгідей сеніп отырмын да, қандай сондай спортсмен біздің мықты ер азаматтар. Кімге самғар. Қарашы, сендегі домбыра күй дейді да, оның екеуінің біреуі оны сезініп іш жан дүниесімен көзін жұмып айта алатын адамдар көп емес. Өйткені домбыраны кейбіреуі жай ғана кейбіреуі мамасы жіберген үшін барады. Иә, мақтаныш үшін сезім мүмкін. Иә, ал сен айтасың жүрекпен сезініп көзім жұмып сезім дейді да. Ойлаңдаршы, өйтіп істейтіндей сен мүмкін атақты жаңа күйші де басқа да нәрсе емес, ол жан дүниенің рахаты, иә? Сол арқылы сен әлемге бір емдейтін шығарсың сол күймен. Мысалы, маған ұнайтын нәрсе дүниелер, мысалы, көрдің ба? Сол күй арқылы сен тағы біреуге себепші бола алатын шығарсың, өмірінің ойын өзгерткен. Жаңа сұрап жатқаным да сол, неге достарыңа айтпасқа, иә? Ей, мен сен атаның бұл саған өйтіп ұрысқан емес, бұл наоборот сен жақсы болсын деп, ол мүмкін түсінбей тұрған шығар сол уақытта. Атасында бір жағдай болған шығар деген сияқты, иә? Сондықтан сондай ақылшы бола алатындай сендер орта болатынына сенемін. Сондықтан көп рахмет бүгінгі сұхбаттарыңа. Алла қаласа тағы да біраз жылдан кейін Мұхаммед сенің. Біраз жылдан емес. Да. Жақын уақытта көреміз. Жақында болады қайтадан. Алла қаласа, бұйыртса. Сондықтан көп рахмет. Енді ең соңғы ортада өздерің айтатын бір ұсыныстарың бар ма екен? Не ойларың бар? Айтыңдаршы ортаға. Қандай бір самға туралы ма? Жалпы самғаға ғана байланған қалған дүние емес та? Не айтар едіңдер? Жақындарға отыра ғой, Білмейді екен. Білмейсің ба не айтарыңды? Жарайды. Бәрі жақсы ма? Сен не айтар едің? Қандай идеяң бар осы әлемде? Не өзгерткің келеді? Не өзгерткің келеді дегенде, андай криминальный іштеме болмаса, бәрі тату-татты, ешкімде проблемасы жоқ. Шаруасы жоқ. Иә. Әркім өз өмірімен өмір сүретін, сондай болса күшті болушы еді. Сондай әлем, иә? Мағынасы қалды. Неге? Неге мағынасы қалды? Қызық дегендер болмайды қалады ғой. Криминальный болса ғана қызық па не? Кейде арасында болып тұру керек қой, сондайлар қызық болады. Мысалы, төбелесіп қалдым деген сияқты. Соған барып деші. Иә. Балалармен. Содан кейін балалармен ба? Әйтпесе слишком жұмақ сияқты болып кетеді ғой. Енді қазіргі әлем біз қандай заманда өмір сүріп жатырмыз деп айтады ғой. Иә. Қой үстінде
посторго уялаган әлем өмір кезеңде заманда өмір сүріп жатырмыз. Тыныш деген сияқты тыныш заман, заманымыз тыныш болсын, тәуелсіздігіміз жаңағы сияқты сендер сияқты балалармен ары қарай дами берсін. Біз әлі жас буынбыз, 30-дан жеңендеген асты ғой біздің мемлекетіміз. Сендер сияқты мықты ойы ұшқыр жандармен ары қарай дамай береміз. Ертең осы мемлекетте емес, біздің жаңа өздерің айтпақ шетелде өзіміздің мемлекеттің туды көтеріп танытатындай ер азаматтар бір отбасының егесі болатындай, иесі болатындай сендер мықты азамат болады деп сенемін. Болашақта әлі тағы жақын уақыттарда сендермен кездесіп осындай сұхбат тағы да құратын болсақ, бұл өте керемет болушы еді. Сондықтан рахмет үлкен сендерге. Сау болыңыз. Келесі сұхбат ол бұйыртса Олимпиада отқан кезде болады. Да, Олимпиада мықты, молодец. Ал құрметті оқырмандар, бүгінгі шығарылымыз осымен аяқталды. Сіздерден жаңағы өздеріңіз идеяларың, ұсыныстарыңыз, лайктарыңызды басыңыздар, бөлісіңіздер. Біздегі Самғар мен Мұхаммедке қоятын сұрақтарыңыз болса, біздің каналға тіркеліп қоюларыңызға болады. Рахмет. Yavaş